Кадірлі күн, құрметті дөңгелек үстелге жиналған студенттер. Бүгінгі дөңгелек үстелімізде талқыланатын тақырып темперамент. Ал енді темпераменттің қысқаша тарихына тоқтала кетейік. Яшынан айта кететін болсақ, ежелгі Грецияның белгілі ғалымы дәрігер Гиппократтың еңбектерінде бұл жөнінде біраз нәрсе пікірлер айтылып келді. Темперамент туралы не айтатын болсақ, темперамент дегеніміз ол жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке дара өзгешеліктерінің бірі. Және темперамент төртке бөлінеді. Олар холерик, меланхолик, флегматик және сангвиник. Темпераменттің төрт түріне тоқтала кететін болсақ, холерик, ұстамсыз ұшқалақ тип, қимыл әрекеті белсенді, шапшаң болып келеді. Ол өзінің қызыққан жұмысын әбден беріліп, барлық ынтасымен орындайды. Ендеше осы айтылғанды іс жүзінде орындай келсек. Сангвиниктер өте жылдам, көңілге жиі өзгеретін, сөзшең және көпшіл оптимист болып келеді. Ал енді келесі назарымызды сангвиникке аударсақ. Ақылды, парасатты, сабырлы, орнысыз асып саспайды. Бір істен екінші іске ауысу қиын. Назарымызды видеороликке аударайық. Темпераменттің соңғы түрі меланхолик. Ұялшақ, тұйық болғандықтан көпшіліктен тыс жүргенді жақсы көреді. Эмоциялар ішінде өте сезімтал, жалғыздық пен тұйықтыққа бейім. Енді назарымызды видеороликке аударайық. Ал енді құрметті студенттер, темперамент жайлы аз да болса ақпарат бердік деп ойлаймыз. Назарларыңызға рахмет.